болса, қымбат телекөрермен, бүгінгі бағдарлама қонағымызбен таныс болсақ, нөмір 267 орта мектебінің көркем еңбек пәні мұғалімі Сағыныш Стамшаева ханым. Сағыныш ханым, бағдарламаға қош келдіңіз. Көңіл-күйіңіз қалай? Көңіл-күйім өте тамаша. Жақсы. Бүгінгі тақырып жүннен жасалған бас киім. Жалпы бұл жұмысты қанша уақыттың ішінде үйрендіңіз? Жалпы қолөнерге мектеп қабырғасынан бастап қызығамын. Бұл өнерді жүннен осы семинарларға, форумдарға, конференцияларға барып, шабытым ашылды. Осы неге осыларды жасап көрмеске деген ой туындап, осы кәсіпке айналдырсақ, неге біз басқа қырғыз елі, басқа халықтардың жасаған туындыларын неге аламыз дегендей ой туындап, өзіміз неге жасамасқа, оқушыға неге үйретпеске деген мақсатында шабытым ашылып жасай бастадым. Жалпы бас киімді жасауға қанша уақыт қажет? Бұл бас киімдерді жасауға 1-3 күн, яғни ою өрнектеріне көп уақыт алынады. Мысалы, кестелеп тігу, жаңағы моншақтармен тігу, әшекейлеу, безендіру деген сияқты 3 күндей кейде уақыт кетеді. Жалпы жүн болғаннан кейін жүнді өңдеу қажет. Бұған қандай жүннің түрлерін қолданасыз? Көбінесе қойдың жүнін пайдаланамын, өйткені қойдың жылы табиғи және әрі жылы. Енді бір бас киімді дайындауға шамамен қанша уақыт керек? Бір жүннің мөлшері бір бас киімге 100 граммдай бір мөлшерінде кетеді. Яғни ол жаңағы қабатқа салу, слой дейміз ғой, сол слойға байланысты. Өте жақсы. Жалпы Сағыныш ханым, ұлттық қол өнермен қалай ұштастырасыз бұларды сіз? Ұлттық қолөнерге көбінесе жаңағы ою өрнегі бар, этностиль, заманауи деп қазіргі жастарымызда өте осы жаңағы этностиль бас киімдерге қызығып, тренд қылып киіп жүр. Және қызығушылықтар өте жақсы, тапсырыс та көп. Жақсы. Алғашқы жұмыс әрқашан сәтсіз болып шығады. Яғни оны сіз білмейсіз, әлі енді меңгеріп жатсыз. Сондай сәттер болды ма? Жақсы меңгеріп, осыларды оқушылармен бірге, осы өзіміздің тәжірибемізбен қалалық көлемде, облыс көлемінде тәжірибемізді таратып жүрміз. Ал оқушылардың қызығушылығы қалай? Оқушылардың қызығушылығы өте жақсы. Қазір мектебімізде этнодизайн бір мектеп бір жоба аясында осы жүннен жасалған бұйымдар жасап жатырмыз. Тек бас киім ғана емес, камзол, сөмкелер, әртүрлі паннолар деген сияқты, құрғақ жүнмен жұмыс деген сияқты бос уақыттарын тиімді пайдаланып, өнім шығарып жатырмыз. Сіздің қолөнер бұйымдарыңыздың ерекшелігі неде? Қолөнер бұйымдарының ерекшелігі авторлық, өзіңнің идеяңда, туыныңда, дизайныңде қайталанбау керек. Біреудің идеясын біз алмауымыз керек та, жаңа көшірмеуіміз керек деген сияқты әр туындының өзінің ерекшелігі болады. Дизайндық, өзіміз қиялынан, баланың өзіміздің қиялынан туындау керек. Жақсы, сөзіңіз аузыңызда. Жалпы тапсырыс берушілер бар ма осы бас киімдерге? Және олар қандай бас киімнің үлгісіне тапсырыс береді сізге? Осы бас киімдерге, ұлттық жаңағы камзолдарға тапсырыс, этностиль бағытында тапсырыстар көп. Балалардың әсіресе камзолмен, бас киіммен, ою өрнегімен әшекейлеп, безендіріліп киіп жүргеніне қызығушылығына артқанына өте мен де қуанамын. Жақсы. Енді Сағыныш ханым, бізге осы бас киім жасаудың процесін айтып бере аласыз ба? Бірінші этап осыдан тұрады, екінші этап осындай болады деген секілді. Бас киімдерді. Бас киімдерді ұлттық басып алғаннан кейін бір сағаттың көлемінде осы жасалу жолына уақыты кетеді. Оны кебуіне кетеді, қарпу, ұру деген сияқты. Ол кепкеннен кейін безендіру. Моншақпен, кестемен деген сияқты осында безендіру жұмыстары кезең-кезеңмен осы жұмыстар жасалады. Жақсы. Ал енді бас киім, камзол дедіңіз ғой бағана. Қайсына көп уақыт керек? Камзолдармен көбінесе тапсырыс түскен кезде бірдей қылып алынады. Яғни ансамбль деп айтамыз ғой, бас киімі, сөмкесі, болмаса кеудеше, камзол деген сияқты осындай тапсырыстар көбейіп, осы менің туындымды киіп алған кезде кәдімгідей өзіме қуаныш сыйлайды. Жақсы, тапсырыс деп айттыңыз. Енді нарықтағы бағалар қалай болады бұлардың? Нарықтағы бағасын жүннің
бағасын жаңағы кеткен шығынды есептеп, сосын еңбекті бағалаймыз. Мысалы тақиялар мысалы 10 мың теңгеден, кеудешелер 12 мың теңгеден дегенсе, баяғы енді басқа кәсіпкерлерге қарағанда олардың жұмыстары өте қымбат болады да, ал мен қолжетімді бағадан береміз. Өйткені жаңағы қайттан кеткен шығынның орнын толтыру мақсатында. Алдағы жоспарыңыз қалай болады? Алдағы жоспармен бөліссеңіз, мүмкін осы жүн өнер кәсібін алдағы уақытта басқа жағынан, басқа қарқыннан дамыту ойыңызда бар шығар мүмкін? Заттарын, бұйымдарын, мысалы, айтып отырмын, қойдың жүнінен ауылдардан жинап алып, оны бояп, сосын мериноз жүндер дейміз, мысалы, Жамбыл қаласынан тапсырыспен де алдырыламыз, солардың барлығын байланыстырып, осындай бұйымдарды шығарып жатырмын. Жақсы, Сағыныш ханым, біздің сұхбатымыз аяқталды. Сізге рахмет, алтын уақытыңызды қиып келгеніңізге. Құрметті көрермен, келесі кезекте бейнебаянға береміз.